Ерте заманда, құйрығы келте заманда, шық бермес Шығайбай дейтін бай болыпты. Төрт түлігі сай болыпты, көңілі жай болыпты. Сол шық бермес Шығайбай үйіне ешкімді қондырмайды екен. Қондырса дәм бермейді екен. Тіпті тастан да қатты сараң, өзі тойса да көзі тоймайтын адам екен. Үйіне кісі келсе, оның жауабы Шығай екен. Осыдан жұрт оны Шығайбай деп атап кеткен екен. Шық бермес Шығайбайдың аты естілмеген ел болмайды екен. Оның Шығайын естімеген жан болмайды екен. Қайтсем де, қалай болса да Шығайбайдан дәм татам деген талайлардың тауы шағылған болады екен. Алдар қу, алдардың алдамайтыны, арбамайтыны жоқ деген атақ ел-елге жайылды. Ел аузындағы мәтелге айналды. Ей, алдарың қанша қу болса да, шық бермес Шығайбайды алдай алмас, дейді жұрт. Осы сөз алдарға да жетеді. Шық бермес Шығайбайдың атын алдар да естіді. Мен алдармын, сақалым болса талдармын. Сақал түгілі мұртта жоқ, қулығым менің жұртта жоқ. Осыдан Шығайбайды мырзабай етпесем, алдар деген атым құрсын. Кеш жарық. Әй, бұлардың да жылдам екен. Әй, әбден ақ әкістеніп алған мызыма қу екенсіңдер. Ай, қу екенсің, жұртты құртқан қума екенсің. Әй, қайдан жүргенсіңсің, қайда барасың, не естіп, не білгенің бар? Көрген білгенім көп. Жаңа жолда келе жатып, үлкен сары жыланды көрдім. Оның жуандығы тап сенің астыңдағы қазыдай, артық кем ғып асырмай, шындықты айтқанда жасырмай. Таспен ұрдым жіберіп, тоқал астындағы басындай, бұл сете түсті иленіп, бәйбіше астындағы нанындай. Отырға айтсам сақалым жұлынсын, қыз астындағы тұрнадай. Осының бәрін көріп келдім, асында шырламай. Жоқ түссін тіліне. Жағын қарсын, тілін кесілсін, ішін толсын. Же, етіңді аса бер. Піс қазаным 5 ай, отырайын 10 ай.